Қайырлы күн, әріптестер. Алдыңғы сабағымызда сіздерге үшті кітапшаның мұқабасын жасауды үйреткен болатынмын. Енді сол жұмыстың жалғасы ретінде мектепішілік, аудандық, облыстық сайыстарда жүлделі орын алып жүрген үшті кітапшаны толығымен жасаудың қыр-сырын бөліспекпін. Бұл жай ғана кітапша емес, бұл интерактивті, жүйелі, сөйлейтін кітап. Мұнда аудио, видео, анимация бәрі бар. Ең бастысы, бұл кітап сіздің ойыңызды нақты рет-ретімен әсерлі жеткізуге көмектеседі. Жақында менен үйренген тәрбиесі жөніндегі орынбасары облыстық сайыста бас жүлде алды. Сондықтан бұл видеоны соңына дейін қарап, үшті кітапшаның бар құпиясын үйреніңіз, өзіңізге де, шәкірттеріңізге де жаңа мүмкіндік ашыңыз. Сіз де келесі жеңімпаз бола аласыз. Видеоны аса лайк басып, жазылып қойыңыз, жүлдеге бірге жетейік. Яғни PowerPoint программасын ашамыз. Дизайнға барып, міндетті түрде размер слайда кітаптың бетін алып алу керек. Біз книжный қойып аламыз. Книжный. Мына жерде қараңыздар, көңіл аударсаңыздар, широко экранный емес, А4 деген бар, соны табатын боламыз. Окей. Подбор размера дейміз. Біз алдында мұқаба жасаған болатынбыз. Сіздермен бірге бірінші сабақта сол мұқабаны ең бірінші бетіне қоятын боламыз. Бұл біздің бірінші бетіміз. 3D кітапша жасамас бұрын ең бірінші біз слайд жасап аламыз. Создать слайд деп екінші слайдты ашып алдық. Үшінші слайдты да ашып қойымызға болады. Қанша слайд жасаймыз соған байланысты. Енді екінші бетіне біз сол жақ бетін саламыз. Менде дайын мұқабасы бар, әйтпесе интернеттен алуға болады. Копировать, вставить дейміз. Не. Тура келемі келтіріп аласыздар. Мынаның өзіне оң жақ бетін копировать етіп аламыз. Бұл менде бар. Бұны да размерлерін бәрін қарап, әдемілеп отырып жасау керек. Мынаны дублировать етуге болады. Дублировать етіп, мына астыңғы жағына шатаспау керекпіз. Мынаны дублировать етіп, кітаптың ашылатын беті. Мына бірінші беті, мына сол жағы, мына оң жағы. Енді оң жағын дублировать етіп алуға болады. Тағы да бір мынаның астына қояйық. Тамыз мәжілісінде выступление жасайтын болсаңыздар, ChatGPT-да мысалы ChatGPT деп аламыз. Оның ішінде міне екіншісін таңдап аламыз да. Жазғы лагерді ұйымдастыру бойынша әдістер, әдіс, тәсілдер. ChatGPT бізге қазір кез келген өзімізді қызықтырған тақырыпты жоспарлау кезеңі дейді. Мысалы, бастамасы лагер ұйымдастыру, балалар мен жасөспірім жас демалыс мазмұн. Біздің тақырыбымыз, яғни ChatGPT-ден сұрап тұрған тақырыбымыз жазғы лагерді ұйымдастыру бойынша әдіс тәсілдер дедік. Яғни біз мына жерге жаза аламыз. Ұйымдастыру. Так, екінші бетіне біз жасай аламыз жаңағы ChatGPT берген тақырыпты. Мысалы, жоспарлау кезеңі дейді. ChatGPT-ден қорықпаңыздар, бәрін сұрай беріңіздер, өздеріңізде пайдаланып жүрген шығарсыздар. Оң жақ пен сол жақты шатастырмаңыздар. Әйтпесе кітабымыз теріс ашылып кетеді, дұрыс болмайды. Мына жерлерде бізде аудио, видео қоюға болатын орындар қалдырып қойдық. Мысалы, мынаның астына да қоюға болады аудио, видео. Міне, керек материалдардың бәрін бірінші бір папкаға салып дайындап алыңыздар. Міне, біз слайдты жасап алдық. Мынау сол жағы, мынау оң жағы, мынау сол жағы, мынау оң жағы, мынау сол жағы, мынау оң жағы. Мына жердегі екі кітаптың екі бетіне біз қазір видео қоятын боламыз. Файл дейміз, сохранить как. Рабочий столға барамыз. Тип файла PDF болу керек. Келесі қадам видеоның астына телефондарыңызды жазсаңыздар, мен сіздерге лицензионный программаны жіберетін боламын WhatsApp-тарыңызға. Менде құрылған, ашамын, Flip PDF Professional деген программа. Бұл программа арқылы қазір кітапша жасайтын боламыз. Просмотр, ашамыз, бағанағы рабочий столдағы міндетті түрде папка создавать етпей рабочий столға салыңыздар. Проекты деген болу керек. Міне, проект. Импортировать сейчас деймін.
ашылды. Маған ұнамай тұрғаны фонды бараста таңдап аласыздар. Фонды таңдап алғаннан кейін міндетті түрде применить изменение басу керексіздер. Әйтпесе фон ауыспайды. Енді ары осының ішіне аудио видеоларды қою үшін редактировать страницы дегенге барамыз. Ашамыз редактирование страницы. Біз видео қою керек. Добавить стандартный медиа плеер дегенге барамыз. Ең біріншісін таңдаймыз. Мышканың сол жағымен, тышқанның сол жағымен басып отырып, өзімізге керекті видеоның орнын дайындап аламыз. 2 рет басамыз. 3 точкаға, локальный файл дегендегі 3 точкаға басып, рабочий столда дайындап қойған видеоларыңызды аласыздар. 3D кітапшаға салынатын видеоларыңыз 1 минутқа дейін ғана болсын, 50 секундқа дейін ғана болсын. Әйтпесе шыпысып кетеді, көрмейді. Салдық. Сохранить настройки дейміз, міндетті түрде. Қазір ашқанмен бұл көрінбейді, бұл проект. Бұл проект сақтап болғаннан кейін қана бұл видео ашылатын болады. Келесі, мына жерге мысалы біз тағы бір видео қою керек болсақ, добавить стандартный медиа плеер, тышқанның сол жағын басып отырып, өзімізге керекті орын дайындаймыз. 2 рет басамыз, тышқанның сол жағымен 3 точканы басып, екінші видеоны таңдаймыз. 2 рет бассақ, таңдалды деген сөз, сохранить настройки. Оң жақтағы сохранить настройканы басасыздар. Күтеміз. Әр видеоны салған сайын сохранить настройки міндетті түрде басылып отыру керек. Және бағана мына жерде мысалы жазғы лагерьді ұйымдастыру деген тақырыпты, мақсатын айту керек болса, бірінші аудио қылып оны дайындап аласыздар. Одан кейін оны да салып қоюға болады. Добавить звуковой проигрыватель деген бар. Таңдаймыз. Алдық. 2 рет басамыз. Добавить звуки дейміз. Локальный файл. Мынаның ішінде егер таба алмасаңыздар, жазылған аудио мен видеоларыңызды, онда біз мынаның ішінен ашамызда все файлы дейміз. Соның ішінде өздеріңіз рабочий столға дайындап алған аудиоларыңыз міне шығады. Окей дейсіздер. Бұл да тыңдалмайды. Проект бәрі біткеннен кейін тыңдалатын болады. Сохранить настройки. Сохранить и выйти дейміз. Енді бұны біз сақтау керекпіз. Екінші. Опубликовать дейміз. Опубликовать еткеннен барғанда көп мұғалімдер шатасатын жер осы. Просмотрға барып, міндетті түрде рабочий столды таңдаңыздар, іздеп таба алмай қалмайтындай. Рабочий столды таңдағаннан кейін үстіңгі жақта новая папка деген бар. Новая папка дегенді басамызда, осы жерге мысалы 3D кітап жазғы демалыс деп қояйық, мысалы. Выбор папки дейміз. Выбор папки. Конвертировать дейміз. Күтеміз, қазір бұл программа. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде ескеретін жағдай, папканың аты тек орыс әріптермен ғана болу керек, қазақ әріптерін қабылдамайды. Так, кеттік. Просмотр. Новая папка. Рабочий стол таңдадық қой. Рабочий столға мына жерге мысалы лето дейсіздер ма, лагерь деп қазақ әріптерінен избегать етеміз. Қазақ әріптерінен алмаймыз. Так, выбор папки. Конвертировать. Не. Ваша книга успешно опубликована дейді. Закрыть. Енді мен сіздерге бұл мынаны жауып тастауға болады. Лето лагерьға барамыз. Ашу үшін мобильныйды ашамыз. Индекс. Бұл жерде сіздер қорықпаңыздар. Бір 30 секунд, мен үстінде артық нәрселерді өшіріп жатырмын. 30 секундтай кетіп қалады, түгетпейді, қара экран болып тұрады.
күтіңіздер, ода тұрған түкте жоқ. Егер ашық сабақ болатын болса, немесе қандай да бір сайысқа бару керек болғанда, сіздер бұны ашып дайындап астыңғы жаққа қойып қойғандарыңыз абзал. Міне, сіздермен бірге жасаған үштік кітапша. Міне. Мына жердегі аудионы сіздер бірінші слайдты жасап алғаннан кейін өздеріңізге керек аудио-видеолардың бәрін бірінші папкаға дайындап аласыздар. Мына жерде мысалы бір аудионы ала салдым кез келген, сіздер жазғы лагерьді ұйымдастыру бойынша әдіс тәсілдер мақсаты дегенді аудиомен жазып алып дайындап қоюларыңызға болады. Келесі фото қоя салуыңызға болады. Келесі мысалы жаңағы үшді кітапшасына салатын видеоларыңыз 30-40 секундтан аспасын. Осымен сабағымыз аяқталды. Бірге бір қайталап жасап үйреніп алуларыңызға болады. Сәттілік.